Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге көкөністерді қысқа қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қажетті көкөністеріміздің барлығын жуып, тазалап алып алатын боламыз. Бізге қажетті заттарымыз: болгарский перестің қызылын және көгін алдым. Және де баклажан, помидор, укропты жуып тазалап әкеліп алдым. Ең алдымен көк перецімізді осылай ішінің барлығын тазалап, қажет емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Бұл перецтерді мен 3 түрлі әдіспен қатыратын боламын. Бірінші әдісі ол голубцы жасағанға тек ішін ойып, ішіндегі мусорларын алып алатын боламыз. Қалған екі әдісті қазір көрсететін боламын. Бірінші әдісі осылай майда етіп турап алатын боламыз. Көк перецімізді барлығын жеке-жеке қатырып алатын боламыз. Морозильникте 1 күн сақтап аласыздар. Кейін пакетке салып қысымен сақтасаңыздар болады. Шетінен тамаққа алып қолдана бересіздер. Ешқандай зиян еріп кетпейді, бұзылып кетпейтін болады. Достар, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте пайдалы, керемет рецептермен бөлісетін боламын. Сол кезде бірінші болып өзіңіз көретін боласыз. Екінші әдісі осылай дәу-дәу етіп турап алатын боламыз. Морозильникте көп орынды алмау үшін мен осылай бетіне қағаз төсеп, барлығын бірге қатыратын боламыз. Екінші әдісін осылай дәу-дәу етіп турап алдым. Ал үшінші әдісі голубцы тамағын жасағанға осылай целый болып қатыратын боламыз. Пакетке салып қатыратын боламыз. Қысымен тұра береді, ешқандай бұзылып, еріп кетпейтін болады. Жасап көрсеңіздер болады, достар. Егерден пікірлеріңіз болса, астында комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Ал енді помидорымызды да 3 әдіспен қатыратын боламыз. Ең бірінші әдісіміз бұл пицца жасағанға дөңгелек етіп кесіп алатын боламыз. Қыс мезгілінде пицца жасаған кезде алып қолдана бересіздер. Ал екінші әдісіміз осылай майда етіп тамаққа қосқанға майдалап қатыратын боламыз. Сіздер де өздеріңіздің осылай қысқа қалай көкөністерді сақтайсыздар, сол әдістеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Келесі кезекте сіздердің айтқандарыңыз бойынша да жасайтын боламын. Осылай майда етіп турап алғаннан кейін жайып салып алатын боламыз. Енді үшінші әдісімен бөлісетін боламын. Помидорымызды ортасынан бөліп, қажет емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Осылай 2-ге бөліп, одан кейін 4 бөлікке бөліп сақтайтын боламыз. Кез келген тамақтарға қоса берсеңіздер болады. Қыс мезгілінде томаттың орнына қолданасыздар. Достар, Instagram парақшамды да қалдырып кеттім. Instagramға кіріп те менің күнделікті истористерімді бақылап отырсаңыздар болады. Және де достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісулеріңізге де болады. Ал енді баклажандарымызды осылай 2 түрлі әдіспен қатырып қоятын боламыз.
Бұл баклажанымызды икра жасағанда қажет болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар, сыртын ашып жасасаңыздар да болады. Мен ашыған жоқпын, осылай сақтай беретін боламын. Енді баклажанымыздың екінші әдісімен бөлісетін боламын. Бұларды дөңгелек етіп сақтайтын боламыз. Қыстың кезінде салат жасағанға помидор мен майонезді, чеснок араластырып, арасына жағып жібересіздер. Өте дәмді салат болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дайын болды. Енді қызыл перецтерімізді де дәл жаңағыдай етіп, бірін майда етіп, бірін үлкендеу етіп, майдалап турап алатын боламыз. Екінші әдісі сәл үлкендеу етіп турайтын боламыз. Достар, астында описание бөліміне өтіп, қажетті сілтемелерді де алсаңыздар болады. Мен тастап кететін боламын сол жаққа. Өтіп көрсеңіздер болады. Және де менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осымен барлығын дайындап алдық. Енді мен бір күнге қатырып алдым. Енді бұлардың барлығын пакетке салып қоятын боламыз. Осылай кішкентай пакетке салып алатын боламыз. Бірінші әдіспен жасалған дөңгелек баклажандарымызды салып алатын боламыз. Аузын байлап қойып қоясыз. Қысымен еш нәрсе етпейді, тұра береді. Қажет кезде алып қолдана бересіздер. Енді икраға дейін баклажанымызды салып жатырмын. Достар, енді сіздер жасаған кезде астына пакет төсесеңіздер болады. Мен қағаз төсегеннен кішкене жабысыңқырап қалды. Сіздер пленка төсесеңіздер де болады. Жабысып қалмау үшін. Мұны барлығын осылай салып алдық. Ауыздарын байлап қойып қоятын боламыз. Голубцаға жасаған перецтеріміз үшін тазалап қойдық. Бұларды қатырып қойдым. Енді үлкен болып туралған перецтерімізді қызыл мен көкті бірге араластырып алатын боламын. Оның үстіне кішкене укропымызды қосып араластырамыз. Бұлардың барлығын кішкентай пакетке салып, бір тамақтық етіп салып қоятын боламын. Осы кезде помидор салуды ұмытып кеткен екенмін. Қайтадан помидорларды салып шығатын боламыз. Тамаққа дайын алып қоса беретін боласыз. Қажетінше осылай пакетке майда пакеттерге салып алатын боламыз. Немесе осылай дәу пакеттің өзінде де сақтай берсеңіздер болады. Еш нәрсе етпейді, шетінен алып қолдана бересіздер.
барлығын араластырып жібереміз. Укроптың тағы да бір тәсілі, кептіріп сақтасаңыздар да болады. Жуып тазалап үй бөлме температурасында кептіріп банкаларға салып сақтасаңыздар да болады. Қыс мезгілінде тамақтарға қоса бересіздер. Мына жерде кішкене помидорым қағазға жабысып қалған екен. Олардың барлығын осылай пышақпен тазалап салатын боламыз. Қыс мезгілінде тамаққа қосқан кезінде дайын болып тұру үшін барлығын осылай астына жабысқан қағаздарды алып шықтым. Дайын болды. Қалғандарын осылайда пакетте қалдыра беремін. Шетінен алып қолданатын боламын қыс мезгілінде. Мына жерде помидорларымыз кішкене жабысыңқырап қалғандықтан мына пиццаға салынған нелерін алып көрсетіп жатырмын сіздерге. Қазір помидорымыз кішкене ерігеннен кейін пакеттерге салып алатын боламын. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта да өте пайдалы керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздерге алғысым шексіз.